Барратов. Жаңылшат. Ермек Азалиев қандай ғана керемет шығарып беру. Жана алда Виктор Келім жеке шығарып беру. Жоқ, Александр Межлеков uzun топ шығарып беру. Өзі келіп барып қалағандай соққы жолдағыдағы. Қазақбаев Амир Жапаровқа. Жана Арлен Шаршенбеков. Виктор Амартейді чаулығы шот. Жана гол! Арбели Амбарцумян Абдышатай командасы үшін гол жаратады. Жана қандай ғана командалық жүріш, қандай ғана керемет шығарып беру, жана аны орынды. Айтор Мухридин Ахмедов шығарып беру. Виктор Келімден соққу. Жана Санкирченко. Амир Жапаров тават, Мамытов қачылауы, Мамытов жақын қалтырып беру, Арбели Амбарцумян жана соққу. Қандай ғана мықты. Элеман Мамытов. Uzun шығарған топ. Мухридин Ахмедов дарвазадан тастап шығады, гол! Владимир Казакбаев. Азыр Мухридин Ахмедов дарвазаны қандай таштап шыққанын көрді. Кереметті түрді атандашының дарвазасына гол жолдайды. Ал ортада Элеман Мамытов қандай ғана кереметті түрді артқы бөліктен топты шығарып бергенін дағы байқап көрі алды. Абдышатай командасының ойнылан солот. Элеман Мамытов оң қанаттан жүрішті баштап береді. Тахтияр Дүйшөбековтың өзіні жана Алсуғышқа чарылған топ, гол! Ата Гелдиев есептен 0-3-ке айлантат. Тағы Мынтип Абдышатай командасының құрамында бүгін қорғаушылар өзлерінің мықтылығын көрсетті. Владимир Казакбаев, Ата Гелдиев. Айтор, қандай ғана шол мықты жүріш десек те олатына қайтылыдың. Ұлан байқайыз топ үшқырық Ильячан Барратовқа. Барратов Владимир Казакбаевқа. Казакбаев Мамытовқа. Мамытов Эльдар Сардарбековқа. Жана ал дарбазаға соққы жолдығы. Алығылов топты Мамытовқа қалтырат. Элеман Мамытов. Ой-ой-ой. Эльдар Сардарбеков гол! Элеман Мамытов бұл ойында 2 рет голдық топ шығарып береді. Ал Эльдар Сардарбеков азыр қандай ғана қоз голду атандаштарының дарбазасына жолдой алды. Да беретіне қайтылыдың ланбай. Жаныш Күренкеев Бекжан Құрманбекұлына. Бекжан Құрманбекұлы топ шығарды. Жаңылшат жана Мақсат Алығұлов. Ешқандай офсайд жоқ. Демек голдордың санын көйті алса бол отырған мүмкіншілікке келді. Алығұлов топты Эльдар Сардарбековқа ертерек берісудағы керек болчу. Давлетжан Барратов Дүйшөбековқа жана алыстандағы бір қопту соққы Бақтияр Дүйшөбековтың соққысында орындалды. Байқайбыз. Шиповский түзілі Алишер Русубалиевтің бұтына топты қалтырат. Соққы керек жана жоқ. Бұл рет топты ұзатып берген. Ал ортада Элеман Мамытов қорғаушыларды жаңылыштыруға аракетін көрді. Вадимни мүмкіншілік бар. Соққы жана Рахат Жапаровтың бұтына. Вадимни жана гол! Айтор Абдышатаның қорғаушылары дал ушул жерден өзлерінің дарбазасына гол алып келгеніндегі байқап көрдіңіздер. Вадимни өзінің болшынша мықтылығын тамайды. Элеман Мамытов жылдамдықты арттырат. Жана Мақсат Алығұловтан гол десек дарбазаны жана чибирилип өткөн топ. Бирок алыстан дал ушул биз отурган ракурстан караганда дарбаза топко кылдыра бараткандай дагы көрүнгөн болчу. Мына кайталадан байкасаңыздар болот. Элеман Мамытов оң канат менен кирип